Саламатсыздар ма? Бүгін сіздермен қарастыратынымыз 11-ші тапсырма ОБТ-да келетін оптика. Соның ішінде бізде оптика 2-ге бөлінеді, білесіздер. Соның бүгін біз қарастыратынымыз ол толқындық оптика. Енді толқындық оптикаға жалпы жарық туралы, сосын жарықтың жылдамдығы, жарықтың таралуы, жарықтың толқындық қасиеттері, яғни интерференция, дифракция, дисперсия, поляризация деген сияқты сұрақтарға келеді, және бұл А деңгейінен келеді. Ал сонымен осыны бісміллә деп бастайық. Сонымен жарықтың жылдамдығын алғаш рет лабораториялық әдіс арқылы тапқан кім дейді? Ең алғаш рет лабораториялық әдіс арқылы тапқан кісі ол бізде Пизо деген кісі. Осы Пизо деген кісі. Енді бұл жерде ары қарай басқа ғалымдарды сәл тоқталып өтейік. Мына Майклсон деген кісі тоже лабораториялық әдіспен тапқан, бірақ бұл жерде алғаш деген жазу бар. Алғаш болғандықтан ол Пизо. Майклсон деген кісі тоже лабораториялық әдіспен жарық жылдамдығын өте дәл өлшеген кісі. Одан кейін екінші, үшінші тұрған Кеплер деген кісі ол бізде планеталардың қозғалысын зерттеген. Одан кейін Галилей деген кісі ол жарықтың жылдамдығын өлшемекші болған, но бірақ ол кісі анықтай алмаған. Себебі ол кісінің кезінде кішкене технологиялар дамымай тұрған болатын. Жақсы, келесі сұрағымыз жарық жылдамдығын астрономиялық әдіс арқылы тапқан ол бізде Ремер деген кісі. Жарық жылдамдығын астрономиялық әдіс арқылы тапқан. Астрономиялық әдістің ішінде бұл кісі Ио деген серік бар ғой, Сатурнның серігі, Ио деген серігі арқылы есептеген ең бірінші. Жақсы, келесі сұраққа кеттік. Сабын көпіршігінің түрлі түсті болынып, көрінуін түсіндіретін құбылыс бұл бізде интерференция. Енді толқындық оптика жалпы 4 толқындық оптика бар. Яғни толқындық оптиканы түсіндіретін 4 нәрсе бар. Оның біріншісі интерференция, дифракция, поляризация және дисперсия. Келесі су бетіне тамған майшы тамшылары ерекше көрініс пайда болады. Осыны түсіндіретін оптикалық құбылыс бұл да интерференция. Яғни су бетіне, білесіздер, майдың тамшылары қалған кезде радуга сияқты бір светтер шығады. Осыны біз интерференция деп атаймыз. Жалпы интерференция дегеніміз жарық толқындарының қабаттасуын айтамыз. Жақсы, келесі интерференция құбылысы байқалу мүмкін толқынның түрлері. Интерференция құбылысы бізде екі толқынның екі түрі бар: механикалық толқын және электромагниттік толқын. Екеуінде де интерференция құбылысы байқалады. Келесі сұрақ: суретте когерентті толқын көздерінен шыққан толқындардың пи нүктесіндегі интерференцияның нәтижесі қандай болады дейді. Енді бұл жерде жалпы интерференцияның формуласы бар. Жол айырымы деген формула бар бізде. Жол айырымы дельта L деп белгілейміз. Дельта L дегеніміз ол 2К лямбда бөлінген 2 деген формуламен анықтаймыз. Болмаса L тең болады 2К қосылған 1 лямбда бөлінген 2 деген формуламен анықтаймыз. Егер мынау интерференция мынау әлсірейтіні, өйткені тақсан шығады бұл жерде, ал мынау интерференция күшейеді деген сөз. Енді осындай есептер келген кезде біз былай істей саламыз. Мысалы, мынау 5 лямбда, мынау бізде 4,5 лямбда. Сонда біз мына дельта L немесе дельта D деп жазуға болады. Ол екі интерференцияны бір-бірінен азайтып тастаймыз. Жол айырымдарын азайтамыз. Сонда бізде 5 лямбда азайтылған 4,5 лямбда болады. 4,5 лямбда. Екеуін азайтқан кезде бізде 0,5 лямбда болады. Қараңыздар, мынандай бөлшек саны шығатын болса, оны по-любому 2-ге көбейтсеңіз, онда тақсан шығады ғой. Сондықтан бұл әлсірейді деген болады. Сонда осындай бөлшек сан шықса, онда әлсірейді, бүтін сан шықса, онда күшейеді дегенді ала салсаңыздар болады. Енді келесі сұрағымыз тура осындай сұрақ. Бұл жерде интерференцияның нәтижесі. Тура сол сұрақ екен. Тағы да мынау 5 лямбда азайтамыз 4,5 лямбданы. Сонда екеуі азайтқан кезде екеуінде бізде 0,5 шығады, онда бізде әлсірейді дейміз. Жаңағы сұрақтан қандай айырмашылығы бар? Бұл жерде кішкене сөздерінде айырмашылық бар. Сосын D-ны алып тастаған сол сурет бір қарасаңыз. Келесі тағы да сол сурет. Мына жерде көріңіздер, нүктедегі екі толқындарының фазалар айырмасы қандай болады дейді. Фазалар айырымы деген формула. Жалпы фаза айырымы деген формула ол бізде 2π бөлінген лямбда көбейтілген дельта L деген формуламен анықтаймыз.
Енді осы жерде қоямыз 2π, мына жақта лямбда дельта L-дің орнына мына екеуін бір-бірінен азайтып тастаймыз. Сонда ол бізде 0,5 лямбда болады. Сонда лямбда мен лямбданы қысқартамыз. Сонда мына жерде пи қалады. Сонда фазалар айырымы ол бізде пиға тең болады деп шығара саламыз. Бұл жазып алыңыздар, фазалар айырымы деген формула. Тура сол суретті бірнеше рет қайталап жатыр мына жерде, байқасаңыздар. Енді келесі сұрағымыз тура осындай сұрақ, но бірақ бұл жерде кішкене басқаша айтылған, е. Когерентті толқын көзінен шыққан толқын ұзындығы берілген. Толқын ұзындығы бізде 760 нанометр. 760 нанометрді енді былай айналдыра салуға болады. 0,176, оның минус 6 дәрежесі метр деп алсаңыздар болады. Ал жол айырымы берілген. Енді дельта L бізде ол 1,9 микрометр. Оның минус 6 дәрежесі метр. Енді осы жерде интерференция әлсірейді ма, әлде күшейеді ма деген сияқты нәрсені қарастыру керекпіз. Бізде формула, енді білесіздер, дельта L, мен мына жерде былай қоя саламын. X лямбда бөлінген 2. Мен осы жерден X-ті табамын. X-ті табатын болсам, 2L бөлінген лямбда дей салам. Сонда 2 дельта L-дің орнына бізде 1,9-ді қоямыз и бөлеміз 0,76-ны. Енді есептей қояйын. Осы жерде менде, егер осы жерде менде тақсан шығатын болса, онда мен оны әлсірейді деп айтамын. Жұпсан шығатын болса, онда мен оны күшейеді деп айтамын. 38 0,76-ға бөліп тастаймын. Сонда менде бұл жерде 5 деген сан шықты. Значит, менде тақсан шығып тұр. Тақсан болды. Онда бұл интерференция салдарынан әлсірейді деген жауапты қоятын боламыз. Келесі, интерференция екі толқын бір-бірін күшейту үшін қажетті минимал фазалар айырымы дейді. Толқындар бізде бір-бірін күшейтеді десек, онда 2π бөлінген лямбда көбейтілген дельта L деп аламыз. Бұл жерде енді былай жазамыз. 2π бөлінген лямбда күшейтетін болса, дельта L-дің орнына 2k, мына жақта лямбда бөлінген 2 деген формуланы қоямыз. Сонда мынау 2 мен 2 қысқарады, лямбда мен лямбда қысқарады. Сонда 2π көбейтілген k болады. Енді k-ның орнына сіз бұны минимал дегенде k-ның орнына 1 қоямыз, сонда бізде 2π-дің өзі болады деген сөз. Сонымен бізде 2π-де минимал фазалар айырымы ол 2π болады деп аламыз. Міне осымен интерференция бізде почти бітіп жатыр. Енді келесі жарықтың толқын екендігін растайтын құбылыс. Жарықтың толқын екендігін растайтын, жаңа басында да айтып өттім, 4 құбылыс бар. Ол біріншісі дисперсия, интерференция, дифракция және поляризация. Келесі есепке кеттік. 1 миллиметріне 400 штрих дейді. Яғни бізде ұзындық берілген. Ол 1 миллиметр, оның минус 3 дәрежесі метр. Штрих саны берілген. Штрих саны 400 штрих дейді. Енді бізге дифракциялық тордың периодын сұрап тұр. Дифракциялық тордың периоды дегеніміз ұзындықтың штрих санына қатынасы. Оның минус 3 дәрежесін нешеге бөліп жібереміз? 400-ге бөліп тастаймыз. Сонда 2,5 микрометр болады деген сөз. Келесі тура осындай, бірақ бұл жерде былай айтылған. 1000 штрих ол 1 миллиметрге келеді деп айтып тұрды. Енді сіз былай істейсіз. Мысалы, ұзындық ол 1 миллиметр деп аласыз. Оның минус 3 дәрежесі. Ал штрих саны бізде 1000-ға тең деген сөзді. Енді осы жерден біз жаңағы дифракциялық тордың периодын аламыз. Оны табу үшін біз ұзындықты штрих санына бөліп тастаймыз. Сонда ұзындық бізде 0,13, оны біз 1000-ға бөліп тастадық. Сонда оның минус 6 дәрежесі метр. Ол дегеніміз 1 микрометр болады деген сөз. Келесі есебіміз дифракциялық тордың периодына байланысты есеп. Енді мына жақта микрометрмен тұр, мына жерде де микрометр. Енді сондықтан мен оны ауыстырмай қояйын деп шешіп тұрмын. Одан кейін бірінші реттік дейді. К бізде 1-ге тең деп аламыз. Период дегеніміз D бізде 20 микрометр. Сосын толқын ұзындығы берілген. Толқын ұзындығы 0,6 микрометр деп аламыз. Енді осы жерден бізге синус фиді табу керек. Бізде дифракциялық тордың периоды мынандай D синус фи, ол К лямбдаға тең деген формула. Осы жерде мен синус фиді табамын. Синус фиді табатын болсам, ол бізде К лямбда бөлінген D болады. К бізде 1-ге тең, толқын ұзындығы 0,6, 0,6-ны 20-ға бөліп тастаймын деген сөз.
Сонда 0,6-ны 20-ға бөлетін болсам 0,3 метр болады. 3 болады, сонда бізде жауабы Б болды. Келесі периоды берілген дифракциялық торға перпендикуляр бағытта толқын ұзындығы 700 нанометр жарық келіп түседі. Экранның 3-ші реттік максимумдағы көрінетін бұрышы дейді. Тордың периоды берілген 20 микрометр. Микро деген оның минус 6 дәрежесі метр болады. Енді 700 деген толқын ұзындығын жазамыз. Ол 0,7 микрометр деп жазсақ болады. 3-ші реттік К бізде 3-ке тең. Енді максимумдар көрінетін бұрышты табу керек. Жаңағындай тағы да синус пи деп аламын. Синус пиді табу үшін К лямбданы жаңағы дифракциялық тордың периодына бөле саламын. К бізде 3, лямбда бізде толқын ұзындығы 0,7. Осыны бөлемін 20-ға деген сөз. Сонда 3-ті көбейтемін 0,7-ге, бөлеміз 20-ға дегенде. Менде 0,105 болады екен. Жақсы, келесі бізде алғашқы түстердің қосындысынан пайда болатын түс, ол бізде ақ түстер. Алғашқы түс дегеніміз RGB деп атаймыз. RGB, Red, Green and Blue деген цветтер, яғни қызыл, жасыл, көк деген цветтер, олар алғашқы түстер. Және осы 3 түсті қосқан кезде оның түс ақ болады. Осыны біз алғашқы түстер деп атаймыз. Келесі суретте көрсетілген құбылыс, енді бұл жерде көріп отырсыздар призма. Призмадан ақ жарықты өткізген кезде ол 7 түрлі цветке бөлініп жатыр. Оны біз дисперсия деп атаймыз. Келесі сұрағымыз, электромагниттік толқында электр өрісі кернеулік векторы электромагниттік толқынның таралу бағытына перпендикуляр тербелетінін дәлелдейтін құбылыс. Ол бізде поляризация. Бұны енді жаттап аласыздар. Табиғи жарықтың тербелісі бір ғана жазықтықта болатын жарықты бөліп алу құбылысы тоже бізде поляризация болады. Жақсы, енді жарықтың дифракциясы мен интерференциясын түсіндіруге қажетті принцип. Ол бізде Гюйгенс принципі деп атаймыз. Жалпы Гюйгенс принципі деген нәрсе бізде мынандай, яғни екінші реттік толқынның көздері бар болып табылады дейді, фронты туралы айтылған. Жаңа толқын фронты екінші реттік толқындардың жанамасы ретінде түзіледі деген. Осы принцип арқылы біз нені түсіндіре аламыз? Яғни жарықтың толқындық қабілетін түсіндіреміз. Интерференцияның кедергілерді айналып өтуін түсіндіре аламыз. Және интерференциясы, яғни толқындардың қабаттасуын түсіндіре аламыз. Енді одан кейін Френель принципі деген бар. Френель принципі деген осы принциптен кейін шыққан, бірақ ол Френель принципі негізінен ол Гюйгенс принципін дамытқан, бірақ негізгі принцип болып есептелмейді. Енді Юнг принципі деген бар. Юнг принципі дегеніміз интерференцияны тәжірибемен, яғни екі саңылау тәжірибесі деген бар. Сол арқылы дамытқан, оны Юнг принципі деп атаймыз. Ал енді Ампер деген кісінің ешқандай ол жарық толқындарға қатысы жоқ. Сонымен біз осы толқындарды аяқтадық. Біздің видеоларымызды қолдай жүріңіздер. Сау болыңыздар.